Бейбіт болашақты орнату үшін тәуекелге бел буған батыр қыздардың қатарында Мәншүк Мәметова да бар. Ол 1922 жылы Орал облысы Орда ауданында дүниеге келген. Ата-анасынан ерте айырылған ару қыз жастық шағын тәрк етті. Алматы медициналық институтында оқып жүрген кезінде соғыс басталды. Халқына төніп тұрған қауіпке жаны шыдамай, дамыл таппастан әскерге өзі сұранып барды. Фашистерді жою үшін майданға жіберетін менің ағайым да, апайым да жоқ. Сондықтан өзімді жіберіңіз деп өтінішін айтты. 1942 жылдың тамыз айында Қызыл армия қатарына алынды. Осылайша отанды артқа тастап, ерлермен қатарласып жаумен алысты. Әйелмін деп әлсіздік танытпады, жаспын деп соғыс жалын жатырқамады. Бар арманы қалайда жеңіске жету. 1943 жылдың 15 қазанында Псков облысының Невель қаласын босату үшін қантөгіс соғыс басталды. Сол күні Мәншүк пулеметімен дамылсыз оқ атып, ерен ерлік көрсетті. Жаудың Мәншүкке қарсы атқан оғы оның ажал оғы болып, өрімдей қыздың өмірін қиды. Өрлік пен батырлық, қайсарлық пен өжеттілік қазақта бар қасиет. Отан үшін деп қан майданға аттанған ару қыздардың артында аңыз боп ерліктері қалды. Балалар, батыр апаларымыз туралы дерек ұнады ма? Жарайды. Енді ержүрек қыз туралы мәтінді тыңдаймыз. Ержүрек қыз. Сержант Мәншүк Мәметованың өтінішін бригада газетіне жариялаңдар, деді комиссар. Өтінішінде Мәншүк пулеметші болып, зұлым жауды жайратқысы келетінін айтыпты. Өзім өлсем де, отаным аман болса екен деп жазыпты. 1943 жылы біздің атқыштар бригадасы жауды батысқа қарай тықсырып келе жатты. Бір мезгілде жау қарсы шабуылға шықты. Жау шабуылы жақындай берді. Жараланған Мәншүк фашистердің дабырлаған үнін естіп, есін жиып алды. Жексұрын жауға өшіккен ол, жарасының жанына батқанына қарамай, бірден пулеметіне ұмтылды. Оғы бұршақтай жауды. Кекті қыз жау солдаттарын баудай түсірді. Фашистердің тым-тырақай кейін қашты. Енді біздің жауынгерлер шабуылға шықты. Тамаша ерлігі үшін қазақ халқының қаһарман қызына Кеңес одағының батыры деген құрметті атақ берілді. Ал енді бірінші тапсырманы орындайық. Мәншүктің бойынан қандай қасиеттерді байқадыңдар, балалар? Қане, ойланайықшы. Өжет, батыл, төзімді, ержүрек, отансүйгіш. Тамаша, балалар. Мінекей, осындай қасиеттерінің арқасында Мәншүк өз отанын қорғаған екен. Ойын ойнайық. Ойынның шарты мақалдың жалғасын тауып, көркем етіп жазу. Батыр майданда шынығады, болат қайнауда шынығады. Батыр бір өледі, қорқақ мың өледі. Енді шығармашылық қабілетімізді шыңдайық. 21-ші жаттығу. Ребустың шешуіндегі сөзге қарсы мағыналы сөзді тауып, қарсы мағыналы екі сөзге сөйлем құра.